Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 12 ас қасық пирогын пісіріп көрсететін боламын. Алдымен қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирог дәл осылай жұмсақ болып, әдемі көтеріліп пісіп шығады. Ең алдымен 3 жұмыртқаға 12 ас қасық қант саламыз. Бір ас қасықты өзіңіз белгілеп алыңыз. Сол қасықпен барлығын ретімен салып отырамыз. Алдымен жұмыртқа мен қантты 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Дәл осындай аппақ болуы керек. Енді оның үстіне 12 ас қасық сүтті құямыз. Оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. 12 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін ұнның үстіне 1 шай қасық разрыхлителді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, аз-аздан салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ұнды електен өткізіп салыңыздар, сонда көтерілімі жақсы болады. Соңынан жақсылап араластырыңыздар, түйіршіктер болмауы керек. Айта кетерлік жайт, ұнды салған кезде қасықты толтырып салу керек. Дәл видеодағыдай құймалысың болуы керек. Ендігі кезекте ыдысымызға пирогты салып, 180 градусқа қыздырып, 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қаласаңыздар, бетіне сахарный пудра себуге болады. Пирог өте дәмді, жұмсақ, керемет болып пісті. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды, балаларыңызды жасап беріп қуантсаңыздар болады. Өте тез дайындалады, құрамы қарапайым, дәмді болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де өз достарыңызбен, жақындарыңызбен видеоны таратып бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.